Бәріне сәлем достар, сіздермен мен Дәуке KZ. Бүгін біз Clash of Clans ойнайтын боламыз. Қазір бірінші классым, сосын бәрін түсіндіріп айтып беремін. Загрузка. Мінекей достар, бүгін бізде КВ басталды. Мен злые кролики деген кланға шығып кеттім, өйткені мені TJK деген кланнан дисконнект етіп жіберді. Мінекей біз осы жерде КВ-дан нападать еткендеріміз бар. Мен бірінші наға нападать еттім. Міне Кевин, мистер Кевин. Міне қазір көрсете салайын сіздерге. Тез. Мен осыған нападать еткем. Дайына қылдырып берейін. Бәрі ананың негізінде драконның кесірі болды. Мен мұндағы драконды колдундармен өлтіріп тастаған едім. Міне. Осылай колдундармен өлтіріп тастадым. Енді қазір біз нәжіне гиганттарымызды жіберіп бастаймыз. Бір хилді жібердім. Мен целительностьтан жібердім. Анда как раз бізде гигантский бомба болды. Арттан корольді очисткаға жіберген. Тағы да 2 бомберім қалды, соны жібердім. Енді артынан колдунды жібердім очисткаға, колдунмен бірге. Король варвармен бірге. Анда мен рейджі кидать еттім, білмеймін не үшін. Өйткені ол жақта гиганттарымыз уже ап-азақ қалыпты. Онда мен кланда берген колдундарды бердім, жібердім. Король варварстың артынан танчить етсін деп. Негізінде сол 7-ші ма 6-й ма уровеньдер өте күшті. Міне колдундар қараш, қалай тез драконды сындырып тастайды. Міне енді мен осылай осы базаға нападать еттім, өзіме кіші базаны алып кетпедім. Ол өте ұят. Ал енді мына жерде мен өзімнің противнигімді 3 звездочкаға алып кеттім. Міне Кевин, міне осыған нападать еттім. Бұл жерде енді перемотать етпей қояйық. Мен бұл жерде дракондармен, король варвардармен нападать еттім. Анан кланда дракон болды тоже. Міне қазір шығады. Мен оны 2 драконды әдейі алып қойдым оған, сосын анда рейджді кидать еттім. Міне рейджді кидать еттім мұнда, анда мен хилді кидать еттім. Үстіп, өздеріңіз көріп атсыздар. Қалай болып атқан, мен басынан ойлаған, мен базаны алып кетпейін ба деп. Бірақ все-таки алып кеттім 3 звездочкаға. Өте легко болды деп айтамайым. Мұнда бір драконымыз өте умный екен, очищать етіп жүр бәр жерін. Мұнда король жай ғана жүр, оны не үшін выпускать еткен білмеймін. Просто выпускать еткен. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар. Отличное нападение. Мына жерде бір-ақ ғана оборона қалды воздушная. Анда башня лучший Тесла, потом чистильщик қалды. Олар бізге дракондарымызға проблема емес. Мен басынан король варварстың шетіндегі домик строительдарға жіберейін ба деп ойлағам. Хоть біреусін уничтожить етіп, а то время азақ қалды. Сол үшінде мен сөйтіп ойлағам, бірақ ода домик строительдары өзінің базасында тұрыпты. Міне мен осылай 2 атаканы өткіздім. Сіздерге ұнаса, если сіздер ұнаса, тағы да түсірейм осындай КВ-ны видеоларды. Сосын қазір мен мыналарды мындай игры кланстан звездопад в деревне строителя деген заданияны орындап жатырмын. Сосын дұрыс. Енді сау болыңыздар достар, мен каналыма подписаться етіп, лайк басып кетсеңіздер өте жақсы болар еді. Сау болыңыздар.